Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен Заң Қарағай. Бүгінгі видеомызда 6 сынып математика БЖБ 390 сұрақтарын талқылайтын боламыз. Әлбетте менде цифрлары, яғни сандары өзгерген, сіздерге бұл нұсқа келмейді, бірақ осыған ұқсас есептер келетін болады, сондықтан дайындық ретінде сіздерге көмегі тиеді деген ойдамын. Сосын кейін БЖБ, ТЖБ жақындап уже 390 аяқтайын деп қалыппыз. Сіздерге 6 сынып математикадағы 390-дағы барлық сабақтардың видеолары керек болатын болса, қайталап алу үшін, еске түсіріп алу үшін, немесе қатыса алмай қалған болсаңыздар, сондай барлық 390-дағы барлық сабақтардың видеолары примерно 25-30 шақты видео болады 90 бітем дегенше. Керек болатын болса, ақылы түрде әрине WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады, сіздерге 1 жылға доступ ашып беретін боламын. Сонымен WhatsApp нөмірге жазыңыздар, ал мен видеомызды бастай берейін. 6 сынып математика. Так, теңдеуді шешіңіздер. Бірінші сұрақ кәдімгі қарапайым теңдеу келеді сіздерге. Бірінші сұраққа. Так. Бірінші сұрақ қарапайым теңдеу. X-терді бір жаққа жинаймыз, яғни 8x-қа 7x-ті қосатын болса, бізде 15x болады. А 4x-ті бері қарай әкелетін болсақ, минус 4x болады. 50, ана минус 27 ар жаққа плюс 27 болып теңдіктің ары бетіне өтті. 50-ге 27-ні қосатын болса 77, 15x-тан 4x азайтатын болса 11x, ал 77-ні 11-ге бөлетін болса 7, яғни біздің x-іміздің жауабы шықты. Мінекей сіздерге осындай теңдеу келуі керек. Екінші сұрақ. Екінші сұрақта бізде модуль теңсіздік шешуге берілген екен. 3 көбейтілген модуль x минус 4 тең 6 деген. Мына көбейтілген 3-ті бөлу қылып жібереміз. X минус 4 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2. Модуль теңдеу шешкен кезде біз 2 теңдеу шешеміз. Біріншісі модульсіз, екіншісі ана 2-ның алдына минус қоямыз. Сонда x-те минус 4 ары бетке плюс 4 болып барады. 4-ке 2-ні қосса 6. Мына жерде 4-тен 2-ні азайтатын болсақ 2. Яғни жауабы менің жағдайымда 2 мен 6 болды. Сіздерде басқаша болады. Ал екіншісінде бар емес па балалар? Қараңыздаршы, 12 x минус 5, 2x минус 5 тең минус 60. Мына 12-ні бөлу қылып жіберетін болсаңыздар, минус 60-та 12-ке бөлетін болсаңыздар, минус 5 болады. Сонда қарап тұрсаңыздар, модульден минус таңбалы сан шықпайды ғой. Модульден әрқашанда плюс таңбалы сан шығу керек. Оң таңбалы сан, яғни 0-ден үлкен. Ал мына жерде модуль минусқа тең болып қалды. Модуль ешқашанда минусқа тең бола алмайды, сондықтан сіздер осындай модуль тең деп минусқа тең болып қалатын болса, бұл есептің жауабы жоқ дейсіздер. Менің жағдайымда мына Б вариантындағы есептің жауабы жоқ. Сіздер де осыны ескеріңіздер. Енді үшінші теңсіздік шешу. Сіздерге теңсіздік шешу келу керек негізінде. Қарайық, 2-ні көбейтіп жатырмын 3x минус 5-ке, потом үлкен x плюс 10-ға. Жақшан ашатын болсам 6x минус 10 болады. x плюс 10, 6x минус x бер қарай плюс x минус x болып келсін, 10 минус 10 жаққа плюс 10 болып барсын. 10-ға 10-да қосатын болса 20, 6x-тан x азайтатын болса 5x. Ал 5-ті бөлу қалса 20-ны 5-ке бөлетін болса 4x 4-тен үлкен, яғни суретін салатын болсақ 4-тен плюс шексіздікке дейін деп бояйсыздар. Негізі кесінден сал деген жоқ бұл жерде. Жауап бұлай жазылады. 4-тен плюс шексіздікке дейін деп. Мінекей балар, осындай теңсіздік және де теңдеу, модуль теңдеу және де модуль теңсіздіктер шығарылуы мүмкін. 4-ші сұраққа бұл және басқа да БЖБ сұрақтардың жауаптарын Telegram каналға салып қоятын боламын. Егерде керек болатын болса, Telegram каналға жаздыңыздар. Telegram канал осы видеоның описаниясында сілтемесі тұр. Немесе Заң Қарағай деп жазсаңыздар болады. Комментарийді оқыңыздар, комментарийға да жазып қоямын, қалай менің Telegram каналымды табуға болады. Сол жерде басқа да БЖБ-да қандай сұрақтар келмесін, БЖБ жауаптарын алатын боласыздар. Сонымен осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.